Өзіңізді кінәлау сезімінен арылу үшін жасалатын проработка. Өзіңізді кінәлау бұл өзіңізді жазалаумен тең. Сондықтан да бұл сезімнен арылу өте маңызды. Біріншіден, біз бұл сезімнен қашпаймыз, керісінше оны қабылдаймыз. Оны сезінген кезде денеңіздің қай бөлігінде дискомфорт пайда болды. Мысалға, тамағыңызда бір комок сияқты зат тұрып қалған сияқты. Оған сипаттама беріңіз, ол неге ұқсайды, тасқа ұқсайды, қара зат сияқты деген сияқты. Енді ол затты сіз сол жерден ойша алып тастайсыз. Оны өзіңіздің фантазияңызға ерік беріңіз. Оны лақтырып тастайсыз ба, суға ағызасыз ба, немесе өртеп жібересіз бе, оны алып тастағаннан кейін сол орынды жақсы ниетпен толтырасыз. Егер сіз ақша жұмсағаныңыз үшін өзіңізді кінәлайтын болсаңыз, керісінше мен сондай ақшаға лайықтымын деген сияқты сөзді айтып, сол жерге керісінше жарық бересіз, жақсы ниетіңізбен толтырасыз. Жасаңыз, нәтижесімен бөлісіңіз. Парақшам ұнаса лайк басыңыз, досыңызбен бөлісіңіз.